МДС деген не? Және де мұғалім академиясының мақсаты қандай дейді? МДС жобасы алғашында мені қызықтырмады. Бірден офисын көргенде мен мына жерде оқу керекпін деп шештім. Себебі Ақтау осы МДС жобасының ошағы ретінде. Есенов негізі СДУ-ға ұқсайтын университет секілді. Маған қазір қызық болып отырғаны, сіздер неліктен мұғалім мамандығын таңдадыңыздар? Бір-бірімізді, бір туысқанымызды көргенде қуанып, жүгіріп барып құшақтап. Өзім енді пунктуальный адам емеспін, бірақ тап сол жерде сағат 9 белгілеп қойған ғой, таңертең 9-да келемін деп. Қандай кітап оқисыз десе, әйел теңсіздігі деп Бақытсыз Жамалдың неге бақытсыз екенін айта берген ғой. Бұл өтірік зат шығар онда, мен өтірік адам істеген ғой депші. Сіз баспалдақтан түсуге ерініп, сол жерден секіремін ғой 1,5 метрден. Негізі актриса болуым мүмкін еді, бірақ МДС жобасында нағыз мұғалімді даярлайтын болған соң мен МДС жобасын қалап та мұғалім болуға бел будым. Армысыздар, біздің құрметті әлеуметтік желідегі көрермендеріміз. Осы видеомызға лайк басыңыздар және де комментарий жазыңыздар. Сіздерге ақпарат болсын, ең үздік комментарийге біздің МДС жобасының атынан арнайы сыйлықтарымыз бар. Оның бірі МДС жобасының атынан осындай әдемі стакан. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Аспанымыз ашық болсын, көк туымыз көк аспанда мәңгілік қалықтасын дей отыра, өзіміздің қолға алып жатырған жаңа бастамамызды қабыл алыңыздар. МДС подкаст, МДС жобасы қолға алып жатырған жаңа ақпараттық танымдық медиа жоба. Жалпы алға қойып отырған мақсатымыз мұғалім мәртебесін көтеруге ықпал ету, білім мен ғылымның маңыздылығын жеткізу және де тәрбие мен құндылықтарды насихаттау болмақ. Ендеше алғашқы шығарылымымыздың қонақтармен таныс болыңыздар. Менің оң жағымда отырған болашақ математика пәнінің мұғалімі, МДС жобасының бірінші курс студенті Ақнұр апай, және де болашақ қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі, МДС жобасының бірінші курс студенті Ақманар апайымыз, және МДС жобасының екінші курс студенті Көсем клубының жетекшісі, болашақ ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Перизат апайымыз. Алдымен қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай, болашақ жаһандық ұстаздар? Қайырлы күн. Бүгінгі көңіл күйіміз тамаша. Алдымен барлықтарыңызды келіп жеткен жаңа жыл 2024 жыл ұлы жылымен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жыл жаңа табыс, жаңа мүмкіндіктер, жаңа жетістіктерге жол ашсын. Жаңа жыл, жаңа бақыт, жаңа жыр. Өткен жылы талай таптық жанашыр демекші. Сіздерді келіп жеткен 2024 жылмен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жылымыз көптеген сәттіліктер, жақсы керемет жетістіктер ала келсін деп тілеймін. Сәлеметсіздер ме? Жаңа жылда жасап жатқан жаңа бастамамызды қабыл алыңыздар. Көп рахмет. Ендеше алғашқы шығарылымымызды көрермендерге жобамызды таныстыру мақсатында жалпы МДС деген не? Және де мұғалім академиясының мақсаты қандай деген тақырыпта өрбітуді жөн көрдік. Ендеше сіздерге алғашқы сұрақтардан болсын. МДС туралы қашан және де қалай естідіңіздер? Осы жайында айта кетсеңіздер. МДС туралы мен ең алғаш рет 11 сынып оқып жүргенде естідім. Өзім Тараз қаласындағы білім инновация лицейінің түлегімін. Сол мектепте оқып жүрген сәтте мектепке көптеген жобалар, университеттер өздерін таныстырып келетін. Сол жобалардың бірі де бірегей МДС жобасы болды. Бірақ та МДС жобасы алғашында мені қызықтырмады. Себебі менің өзімнің алға қойған бір белгілі мақсатым болды. Мен осы университетке түсемін, осы университетте Құдай қаласа оқимын деп мақсат қойып қойған болатынмын. Сол мақсатқа жету жолында жан-жаққа жалтақтап кеткім келген жоқ. Әрбір кездескен бағдарламаға не жобаға қызығушылық таныта бермедім. Бірақ та осы ұлттық бірыңғай тестті тапсырғаннан кейін, мектепті аяқтағаннан кейін алған балым мен қалаған университеттің, мен армандаған мамандықтың шектік балы ретінде болмады. Яғни мен өзімнің балым қанағаттандырмады мені, және де сол бір абыройлы университетке түсуіме жетпеді. Бірақ мен ол үшін мамандығымнан бас тартқым келген жоқ. Мен мұғалім болғым келді, математика пәнінен сабақ бергім келді. Осы салада, осы мамандықта өзімді көрдім. Сол себептен де мұғалім болу үшін ол универден басқа да жақсы білікті универлерді, ол қаладан басқа да қалаларды нұсқа ретінде қарастырдым, көп іздендім. Сол жолда жүргенде өзімнің әпкем маған осы МДС жобасын осындай бір жоба бар деп айтты. Осы жобаға кірсең болады, осы жобада сенің біліктілігіңді арттыруға
жаһандық мұғалім болып қалыптасуға, жаңа ойларды, идеяларды тудыруға көмектеседі деп айтты. Солай осы жобаға бағыт алдым, көп іздендім, осы жобаның айналасында жүрген адамдармен сөйлестім, осы жоба жалпы қалай деген секілді сұрақтарыма жауап іздеуге тырыстым. Солай өзім Ақтауды, Атырауды, Ақтөбені, Оралды, осы батыстың 3-4 қаласын туралы ақпараттар іздестіріп бастадым. Арасынан ең мені қатты өзіне баурап алған, қызықтырғаны осы Ақтау болды. Себебі Ақтау осы МДС жобасының ошағы ретінде маған осы Ақтауды кеңес берді. Осы МДС жобасының жалпы батыс аймақтың координаторлары немесе осы батыс аймақта жүрген адамдардың көбісінің осы Ақтауға берер фокусы жоғары деп айтты. Сол себептен де Ақтауды таңдадым. Осылай МДС жобасына келіп қалдық. Сіздің МДС-пен таныстығыңыз алғашқы бір қызық оқиғалар болған екен. Ақманар апай, сізде қандай қызық оқиғалар болды? Осы тұста айта кетсеңіз. Мен де Ақнұр апай секілді 11 сыныбымда осы МДС жобасының бар екенін білген болатынмын. Жалпы менде МДС жобасына бірден қызығушылық оянды, себебі менің апайым осы жобаға мені қатты бағыттағысы келді. Және ол арманы орындалды енді. Мені достықта оқып жүрген кезде, достық білім беру орталығында оқыдым. Сол кезде маған осы мұғалім жобасының ішіндегі ең мықтысы айтады ғой, 100-ден жүйрігі, 1000-нан тұлпары осы МДС, Ақтаудағы МДС жобасы деп айтты. Соның ішінде сонымен мен СДУ-ға түсем деп ойладым. Барынша СДУ-ға түсем, мен СДУ-ға түсуге міндеттімін деген секілді ой болды. Содан кейін мені наурыз айында 2023 жылда Ақтау қаласына алып келді. МДС жобасын көрсетуге. МДС-ті көрдім, бірден офисын көргенде мен мына жерде оқу керекпін деп шештім. Солай бізге сол кезде Рүстемов Сәбит ағай жалпы барлығын түсіндірді, мұғалім жобасы туралы. Барлығымыз шаршап келгенбіз, сонша мән берген жоқпыз негізі. Бірақ сол кезде Сәбит ағайдың сөйлеген сөзі, ораторлық қабілеті бірден баурап алды. Сонымен мен ойладым, бұл Сәбит ағай қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі шығар деп. Сөйтіп Сәбит ағайдан шыққан соң сұрадық. Сөйтсек Сәбит ағай IT маманы екен. Сонымен менің ойыма бірден ой келді. Мен сонда Сәбит ағай IT болып осыншалық сөйлеп тұр, мен қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі болсам, осы жерден бір керемет мұғалім болып шығам деген секілді ой болды. Сонымен мұғалім жобасына бәрібірде СДУ мен ортада МДС немесе СДУ, Есенов немесе СДУ деген секілді салыстырулар болды. Сонымен мен СДУ-да және МДС-те орта бірдей екенін түсіндім. Екеуі де оқушыға бірдей мүмкіндік беретінін түсіндім. Жалпы қарап тұрсаңыздар, МДС-тің оқытушылары мен СДУ-ның оқытушылары балаға көп мүмкіндік береді. Баланы көп тыңдайды, баланың ойымен келісіп отырады көбінесе. Және МДС СДУ-да бар мүмкіндіктерден көбірек мүмкіндік береді. Сол өте қатты ұнады. Және мен Есенов пен СДУ-ды салыстырдым. Негізі Есенов пен СДУ бір шағын мөлтек ауданда алып отыр ғой. Шағын мөлтек ауданда алып отыр. Есенов негізі СДУ-ға ұқсайтын университет секілді. СДУ-ға қарап салынған секілді болды. Солай мен СДУ-ға қарағанда мұғалім жобасына МДС-ке түсетін болсам, мен көп нәрсе ұтам деген ой болды. Солай МДС жобасына келдім. Сіздің таңдауыңыз үшін қуаныштымыз. Перес апай, сізде қалай болды? Мен де сол 10-11 сыныптарда достық білім беру орталығында оқыдым ғой. Сол жерде бізге алғашында қыркүйек айында мұғалім академиясы бар ғой Алматыдағы, сол жерден бізге таныстырушы кісі келді. Таныстырып жатты, ол кісі СДУ-да аяқтаған екен, осы жобаға жұмысқа тұрыпты да. Бірақ ол кісі көбіне проектті түсіндіруге фокус берген жоқ та. Біз осындай стипендия береміз, осындай керемет жатақханамыз бар, осында тұрсаңыздар болады, жаңағы осындай керемет дамушы орталық деп та, солай түсіндірді. Бірақ андай толық ақпарат ала алмадық. Не үшін стипендия аламыз, сонда қалай деген сияқты. Одан кейін бізге уже сол жылдың бойында МДС жобасынан студенттер келіп сабақ бере бастады. Кейде арт жақта отырады, сөйтіп сабақтарымыз қарап отырады, немесе күшті қылып сабақтарын өтіп жатады. Сосын бір күні қызығып, арамыздан бір кісі сұрады, сіз студент болып қалай сабақ беріп жатсыз деген сияқты да, достықта. Сосын ол кісі сол жерде алғаш рет МДС жобасы туралы түсіндіріп берген болатын, толық ақпарат сол кісіден алдым. Одан кейін жылдың соңына қарай, наурыз айына қарай бізде МДС жобасына өтініш беріп бастады, достық білім беру орталығы. Сол кезде
маған айтты, мотивациялық хат жазу керексіз деп та. Сосын оны мен енді керемет қылып жазу мақсатым болды да. Толық зерттеуге тырыстым. Бірақ Инстаграмнан, әлеуметтік желілерден көп ақпарат жоқ қой енді. Сондықтан осы жобада қатысушы кісілерді іздедім да. Соның арасынан біздің мектепте бір апай бар, бітіріп кеткен мектепті. Сол кісімен хабарластым. Ол кісі Ақтөбедегі МДС жобасының қатысушысы, стипендианты екен. Сол кісі полный түсіндіріп, толығымен айтып беріп, солай керемет мотивациялық хат жазып, сол жерде МДС туралы толық білген болатын. Өте жақсы. Енді айтып жатыр қой, МДС бұл болашақ жаһандық ұстаздардың ортасы, яғни дамытушы орта. Маған қазір қызық болып отырғаны, сіздер неліктен мұғалім мамандығын таңдадыңыздар? Неге мұғалім болғыларыңыз келді? Сол туралы айтып кетсеңіздер, мұғалім болуға мотивті қайдан алдыңыз? Біздер 4-ші сыныпқа дейін ауылдық жерде тұрдық. Ол жерде бізде ағылшын мүлде болған жоқ. Сосын біз 5-ші сыныпқа келдік, ол кезде біз қалаға көшкен едік. Сол жерде алғаш рет ағылшын тілі болды. Бізге аты әлі есімде, Анар деген апай берген болатын. Өте қатал, талапшыл кісі еді. Бірақ сол қаталдығымен кейде мейірімді болса, кейде өзінің жұмысының маманы да, кейде мейірімді болып қалады. Қатал болмаса енді тыңдамай кетеміз ғой. Мейірімді болып қалады, сондай бір өте жағымды кісі болды да. Сосын қатты қызықтым, сол кісіде болғым келді. Одан кейін сол 5-ші сыныпта аяқтаған кезде мен шештім, осы кісі сияқты мен де ағылшын мұғалімі боламын деп та. Сосын осы арманым 11-ші сыныпқа дейін өзгерген жоқ, әлі де өзгерген жоқ. Солай келдім. Қуаныштымыз, сізде қандай мұғалім болуға не себепкер болды? Сол туралы айта кетсеңіз. Мен негізі кішкентай кезімде мұғалім болуды армандағам, бастауыш сынып мұғаліміме қарап. Бірақ мен 11-ші сыныпқа келген кезде театр актрисасы болғым келді. Мен себебі театр үйірмесінде жүретінмін. Сол кезде маған анам өзінің жолын қуып, мұғалім болғанды қалайтынын айтты. Мен екі ойлы болып жүрдім. Енді ол кезде солай достық білім беру орталығын іздеп бардым. Сол жерде менің ұстазым өте керемет адам болды. Қазақ тілі әдебиетінің нағыз бір биік шыңда тұрған адам екенін білдім. Мен де тура сол мұғалім секілді болғым келді. Сол үшін де мұғалімдікті таңдадым, бірақ менде 11-ші сынып бойы екі жақтан кәдімгідей театрда да айтады, өзімнің курсымда да айтады, біреу актриса бол дейді, біреу мұғалім бол дейді. Сонымен қатты ойландым. Сонымен мен МДС арқылы мен күшті керемет бір мұғалім болатынын түсіндім. Мен негізі актриса болуым мүмкін еді, бірақ МДС жобасында нағыз мұғалімді даярлайтын болған соң мен МДС жобасын қалап та мұғалім болуға бел будым. Қуаныштымын сіздің осы таңдауда МДС-ті таңдағаныңызға. Ақнұр апайдың басынан өткен оқиға қызық болып тұр маған. Мен мұғалімдікті шынымды айтсам 7-ші сыныпта білмеймін, бірақ өзімнің қатты мұғалім болғым келді деп. 7-ші сыныпта мен мұғалім боламын деп шештім. Сол уақыттан бері ол шешімімнен ешқашанда тайып кеткен жоқпын. Сол уақыттан бері осы шешім келе жатыр. Мұғалім мен үшін бір мамандықтардың шыңы ретінде болды. Әрқашан бірде бірегейі мұғалім қоғамды тәрбиелейтін негізгі фактор ретінде қарадым. Болашақ ұрпаққа тәлім тәрбие беретін осы ұлы күштің бірі осы мұғалімнің қолында. Демек, мұғалім ұрпақты тәрбиелейтін болса, мұғалім қоғамды тәрбиелейді. Осы МДС жобасы сол қоғамды тәрбиелеуші адамдарды тәрбиелейді. Яғни бізге осы беріп отырған жобаның бір тәлім тәрбиесі ғой. Енді айтып жатырсыздар ғой, жаңағына неліктен мұғалімнің мамандығын таңдағандарыңыз туралы, неліктен МДС жобасын таңдап осында келіп түскендеріңіз туралы. Бізде МДС жобасында Қазақстанның түкпір-түкпірінен, әртүрлі қаласынан жиналған студенттер. Маған қазір қызық болып тұр. Сіздер енді әртүрлі қаладан келдіңіздер. Бізде Қазақстанда енді неше түрлі облыстардан келіп жатырғаннан кейін студенттер әрқайсының өзіндік бір сөйлеу манерасы бар, менталитетіне сәйкес өзіндік сөйлеу тілдері бар деген секілді. Адаптация қалай жүрді осы тұста? Қыздардың барлығымен қалай араласып кеттіңіздер? Сол қызық. Адаптация уақыты оңай болған жоқ. Алғашқы кезде МДС-ке де, Ақтау қаласына да, Есенов университетіне де үйренісіп кету мен үшін бірден болып кете қойған жоқ. Алғашқы 2 айым осы жерге бір сіңісіп кетуге тырысумен өтті. Алғашқы уақыттарда осы өзімнің физикалық тұрғыдан
тәнімнің ақтауда, алайда қиялым, ойым барлығы басқа жақта екенін түсіндім. Бірақ та осы ортаға бірге тұратын қыздардың арқасында, апайлардың арқасында осы жерге деген махаббатым ашылып, осы жерді жақсы көруіме бір септігін тигізді. Соның арқасында үйренісіп кеттік. Қыздармен, әртүрлі қаладан жиналған қыздармен бір жақсы қарым-қатынаста болуыма, жатақханада бірге тұруым себепкер болды. Бір орта, бір-бірімізді тартып, бір-бірімізді қолдап, бір-бірімізді алға сүйреп жүретін бір жақсы ортаны берді. Сонымен қатар, мысалға, қыздарды универде көріп қаламыз ғой, бір-бірімізді, бір туысқанымызды көргенде қуанып, жүгіріп барып, құшақтап, қалайсың деп, қал жағдайын біліп, прям қуанып кетеміз. Осы МДС-тегі апайлармен де әрдайым қолдау білдіріп, бізге жағдайымыз сұрап, көңіл күйіміз жоқ болса, не үшін жоқ, қандай да бір қиындықтар болып жатыр ма, туындап жатыр ма, қай жағынан саған көмектесе аламыз деп әрдайым қолдап жүрді. Сол адаптация уақытында МДС біздің жанашырымыз болды ғой. Өте жақсы, өте керемет. Ақманар. Менде негізі Ақнұр ханымнан кішкене басқаша болды. Себебі мен бірден Ақтау қаласына үйреніп кеттім. Бірден қыздармен керемет араласып кеттік деп айтсақ болады. Себебі қыздар әрқайсысы әр қаладан келгенмен барлығы мұғалімдік мәнерді қабылдаған. Яғни көбінесе диалект сөздер емес, қарапайым, өзіміз секілді бірден араласып кеттік, бір-бірімізді бұрыннан білетін адам секілді болдық. Бұл нәрсеге негізі біздің менторымыз Айда апайда өте үлкен көмегін көрсетті. Жалпы барлық қыздың жүрегі саф алтындай таза. Сол үшін ешқандай қиындық болмады. Барлығымыз бір-бірімізді сіз, біз деп жақсы араласып кеттік. Және Ақнұр ханым айтып отыр ғой, универде шынымен бір-бірімізді көрген кезде, шынымен бір ата-анамызды, туысымызды көргенде қатты қуанып, ой, МДС деп тұрып, бір-бірімізді қарсы алып, құшақтасатын болдық. Бұл енді сіздердің бауырмалдықтарыңыздың көрінісі деп білеміз. Перизат апай, енді Ақтау қаласының тумасы. Сізде қыздармен араласу жағы қалай болды? Өйткені Ақтау қаласында жеке тұрасыз, менің білуімше, сол жағында айтып кетсеңіз. Мен енді алғаш келген кезде мен хостелда тұрмадым, жаңа айтқаныңыздай, бөлек тұрдым, қыздарды әлі танымағам. Сосын бір күні бізде ориентейшн дэй болатын болды, барлық студенттер сол жерде жиналады. Барсам, барлығы бір-бірімен сөйлесіп жатыр екен, күшті әңгіме айтып жатыр, қызу бір талқылау кетіп жатыр. Алғашқы ориентейшн дэй бізде холодейнда ма болған еді. Сосын жаңағы мен бөлек қалып кеттім да, ана кісілерге қосыла алмай жатырмын, олардың өздерінің тақырыптары бар, бізден талқылап жатыр. Мен ойладым, әлі бірінші курс қыздар келмеген ғой, қазір келсе танысатын шығармыз, бұл кісілер үлкен кісілер шығар деп бір жерде отырдым, күтіп отырдым, ешкім келмейді маған. Сосын бір кезде сол кездегі соц координатор Әсем апай келді. Сосын сіз неге жаңағы былай отырсыз, неге қосылмай жатсыз деген сияқты айтты. Сосын апай бірінші курстар келмеген сияқты деп едім ғой. Сосын ол кісі айтты, не жүр ғой деп сол кезде жаңағы Зульфина сияқты қыздармен таныстырды. Содан кейін жаймен араласып кеттік, бірақ жаңағы 3 ай бойы сол бір-бірімізге үйренісе алмай, бір-бірімізге емес, мен ол кісілерге үйренісе алмай жүрдім. Біздің бірге бір бас қосатын уақытымыз болмады да. Солай. Бізде жобаның аясында неше түрлі бағыттар бойынша енді сабақтар өтеді, немесе жоба аясында неше түрлі активитилар болады дейміз. Жалпы енді сіздер айтып жатырсыздар, Ақтауға алғаш келген кезде қыздармен қалай таныстық болғандығы туралы, қалай адаптация жүргендігі туралы. Сіздер Ақтауға келдіңіздер. МДС жобасы туралы алғашқы түсініктеріңіз қалыптасты, жақсы. Енді МДС жобасына қабылдану барысында құжаттар тапсыру және де сұхбаттасу кезеңі қалай өтті? Сол қызық. Мен естідім, сізден ең алғашқы сол осы құжаттар тапсыру кезіндегі қызықты оқиғалар туралы, сол туралы айтып кетсеңіз. Бізде енді ең алғашқы құжат тапсырғанда сіздер жетістіктеріңізді, мотивациялық хат деген сияқты құжаттар тіркейміз ғой. Сол жерде барлық құжатымды жіберіп қойдым. Одан кейін мені сұхбаттасуға уақыт таңдауға шақырды. Шақырғанда белгіленіңіз деді, онлайн форматта болды. Сол кезде мен өзім енді пунктуальный адам емеспін, бірақ тап сол жерде сағат 9 белгілеп қойған ғой, таңертең 9-да келемін деп. Сосын сол күн туды, одан кейін қатты уайымдап жүрдім. Уайымдағанда бір қатты өтпей қалам деген ой емес, қазір бір түріп қалсам қайтем, артық сөз айтып қалсам қайтем деген сияқты ойлар болып, таңертең 8-де сол жерге келіп отырдым. Келсем, офис әлі ашылмаған. Сосын қараймын, офистің сыртын қараймын, әлі ашылмай жатыр, 9 болды, әлі жоқ. Сосын ойладым, бұл өтірік зат шығар, онда мені өтірік алдап істеген ғой депші. Сосын бір кезде
ағайлар келіп басады, апай келді, сөйтіп есікті ашты. Есікті ашқан кезде қарасам, сондай әдемі, өте үлкен, керемет атмосфера бетіме ұрды да. Мен ойладым, сосын мынандай жерде оқыған студенттің арманы жоқ шығар деп. Андай түсі де бір гармоничный көрінді да, өте әдемі болды. Сосын отырдық, сұхбаттасуға кірсек, кірген кезде 5 апай ағайлар бірге отырды. Мен мына шетте отырдым, мына жерге камера қосылған екен. Білмеймін сол кезде қандай камера, таймлапс қосқан шығар, мүмкін бір процесс салайын деген шығар, бірақ маған андай полный барлығын түсіріп алып кейін тексеріп қарайтын сияқты болып көрінді да. Мен апайлар сұрақ қойған кезде қайта мына жақта қалай болып отырмын, соны уайымдап отырмын да. Жаңағы сұраққа бір қатты кіре алмай жатырдым. Бір кезде жаңағы жетістіктер туралы сұрады. Мен мектепте өте белсенді оқушы болдым, сосын жетістіктерім көп болды да. Жаңағы сол кезде құжат тапсырған кезде барлығын жүйрік болғам. Жаңағы ағай сұраған кезде дым есіме түсіп жатыр ғой. Қай жерге неге қатыстым, қандай жетістігім бар, ештеңе есіме түскен жоқ. Ағай мен жүріп қойдым ғой дедім, жоқ келген жоқ, мына жерге тіркелмепті деп жатыр да. Сосын егер есіңізде болмаса, сыртқа шығып жаңағы қазір ағайға тіркетіп жүрсеңіз болады деп айтты. Сыртқа шығам, телефонымда да бір суреті жоқ қой. Сонымен ішімде қалып кетті, мен күшті жетістіктерім бар еді ғой, неге айта алмай қалдым деген сияқты болып. Сондай қызық болған. Ақманар апай, сізде қандай қызықты оқиға болды осы сұхбаттасу кезеңінде? Жалпы мен МДС-ке алдын ала құжаттарымды тіркеген кезде барлығын 1 сағат қалғанда, 2 сағат қалғанда тіркедім, сол күні бітетін күні. Солай сұхбаттасуға өтіппін, өте қуанышты болдым. Сол кезде ұбт-ның жауап шықты, сонымен Ақтауға түскенімді білдім. Солай поезда мен Асфендияров университетінің мұғалімімен бірге бір жерге түсіп қалдым. Ол ағай тұрып маған түсіндіріп жатыр енді. Мен мұғалім жобасына түстім, соған сұхбаттасуға барамын деп айтып жатырмын. Сөйтіп маған қаратты, сіз не үшін мұғалім боласыз деп мен айтып жатырмын. Балалардың өмірлік мұғалімі болғым келеді деген секілді. Сөйтіп маған зат есімнің анықтамасын айтып беріңізші деді. Сөйтіп зат есім заттың атын білдіретін сөздер, кім не деген сұраққа жауап береді деп сөйтіп айтып жатырмын ғой енді. Сөйтсем ол ағай тұрып маған, жоқ, зат есімді сіз былай түсіндіріңіз дейді. Мысалы, мынау зат, ал бұның есімі мысалы, бұның есімі бір шынаяқ деген секілді түсіндіріп берді. Солай мен сол ағайдың айтқандарының барлығына күшті болып дайындалып алғам. Сұхбаттасуға барған кезде барлық ағайдың маған бір ұнаған жері ағайлар да апайлар да отырды. Бірақ барлығы еркін, кәдімгі күнделікті көріп жүрген адамдар секілді отырды. Солай ештеңеден уайымдамай, қорықпай сөйлесіп отырдық. Бірақ маған жаңағы пойыздағыға үйреткен ештеңені сұраған жоқ. Не үшін мұғалім боласыз деген секілді ештеңе сұраған жоқ. Маған көбінесе қандай кітап оқисыз деген секілді кітаптан басталды әңгімем, кітаппен бітті деп айтсам болады. Мен қандай кітап оқисыз десе, әйел теңсіздігі деп Бақытсыз Жамалдың неге бақытсыз екенін айта берген ғой. Сонымен солай болды, жалпы қатты қорықтым мен негізі сұхбаттан. Маған күшті андай мұғалімдік туралы сұрақтар қойған жоқ, мен өте алмай қалуым мүмкін деп. Солай, қатты қорқыныш болды. Сонымен жауабын күтетін болдық. Жауабы келесі күні кешке шықты. Келесі күні шыққан кезде барлығымыз енді көріп жатырмыз. Енді ұйықтайын деп жатқам, мен төсектің 2-ші этажында жатам. Сонымен жауабы шықты дейді, қараймыз бәріміз. Стипендияға өткем, стипендият болғам. Сонымен мен ананы қыздарға жеткізу үшін баспалдақтан түсуге ерініп, сол жерден секірем ғой 1,5 метрден. Қатты қуанғанмын. Солай сұхбат солай өтті. Өте қызық. Ақманар апай, сізде қалай болды? МДС-тің бірінші кезеңіне құжат тіркеу керектігін сол соңғы күні білдім. Осы уақытқа дейін созды, бүгін бітті, соңғы күн, бұдан кейін құжат тіркеп үлгермейсіздер деген уақытта ғана осы МДС дейтін жоба бар екен, құжат тіркеп бастадым. Сол уақытта соңғы бір 2 сағат қалған кезде құжаттарымды жүктедім. Сөйтіп бірінші кезеңнен өттім, екінші кезеңнен өттім, үшінші кезеңге сұхбаттасуға осы Ақтау қаласына шақырды. Мен алғашқылардың бірі болып тапсыруға жүрексіндім. Сол үшін датаны соңына қарай 25 тамыздарға қарай таңдадым да, чтобы маған дейінгі қыздардан сендерден не сұрады, не сұрақ қойды деп біліп алу үшін, кейінірек өзім барған кезде қобалжымай, қорықпай, нақты жауап берейін деп сөйтіп
қасыма комнатама бір қыз келеді, мен бүгін тапсырып шықтым, короче, осындай сұхбаттасудан өттім, барлығы күшті болды, прям ағайлар да апайлар да күшті екен деп прям қуанып жүрді. Сосын барып мен қорқып кеттім, не сұрады дейді. Сосын не кітап оқисың, жалпы хоббиің қандай, кім сенің кумирің, кімге қызығасың, не үшін мұғалімдік таңдадың, сөйтіп айтып жатыр да. Сосын сұрақтарының бәрін примерно есте сақтап, әрбір қойған сұрағына жауап іздеп, ізденіп примерно ағай айтқан кезде тақ жауап беруге дайындалып бардым. Сөйтіп өзімнің кезегім келді. Сол күні сұхбаттасуға барам. Сұхбаттасуға келгендердің көбісі өзінің кураторларымен, тәрбиешілермен келген. Бірақ мен сұхбаттасу күні жалғыз бардым. Сонымен ағай сұрақ қояды. Бірақ андай не үшін кітап оқығанын ұнатасыз, немесе сіздің хоббиіңіз қандай дейтін сияқты емес, өзімнің жазған сол мотивациялық хатымнан ішінен сұрақтар қойды. Сонымен қатар алған жетістіктерімді қай уақытта алдыңыз, қанша адам қатысты дейтін сияқты сұрақтар қойды. Сұхбаттасу мен үшін бір андай қатты қорқынышты, қобалжулы болып күтілгенімен бір сәтті өтті деп айтсам болады. Сұхбаттасудан кейін бір өзімді дейтін сияқты жеңіл чувствомен шықтым. Бірақ күмән болған жоқ, өтпей қаламау дейтін сияқты сендім өзіме, ағалар мен апайларға сендім мен алатынына. Сөйтіп мінекей. Өте жақсы. Қуаныштымын сіз біздің арамызда болашақ мұғалім ретінде қалыптасып жатырғаныңызға. Жақсы, енді айтып жатырсыз, жаңа сұхбаттасу кезеңінде ағай апайлармен алғашқы таныстық болды деп, бізде менторлар бар, ағылшын тілі пәні мұғалімдері бар, одан бөлек әлеуметтік координаторларымыз бар. Жалпы қыздардың бір-бірімен араласуы үшін, жалпы жобаға сіңісуі үшін менторлардың әсіресе ықпалы зор, сол менторларыңыз жайында. Менторлар неліктен маңызды екендігі, олардың ықпалы қандай екендігі туралы айтып кетсеңіздер. Менің менторым Аида апай. Шынында ментордың оқушылардың, яғни студенттердің арасындағы берік қарым-қатынас үшін атқаратын қызметі жоғары. Алғашында Аида апайды көрген кезде ол кісі қатал кісі шығар, тек қана біздің арамызда студент пен ментор дейтін іскерлік қарым-қатынас болады деп ойладым. Бірақ та әрбір студентпен жеке-жеке Аида апай кездескен кезде, жеке сырласқан кезде ол кісінің бізге бір жанашыр, бізді бір қолдап, бізді алдыға жетелейтін бір тұлға екендігін түсіндім. Әрдайым көмектесетін, қолдайтын, және де басқа қыздармен қарым-қатынасымызды бір берік қылатын, бір сондай жалғаушы бір адам, жалғаушы бір тұлға ретінде көрдім. Жалпы Аида апайымыз сондай бір мейірімді, әрқашан бізге қол ұшын созып көмектесуге тырысып тұрады. Көңіл күйіміз болмаса, жаным, неге көңіл күйің жоқ, қандай көмек қажет, қандай да бір мәселелер туындап қалды ма деп хал жағдайымыз сұрап, қыздармен бір жақсы қарым-қатынаста, жақсы естеліктер қалыптастыру үшін де апайымыз көптеген активитилер ұйымдастырады. Біз өзіміз қыздармен бірге бөліп, өзіміз бірге апайымызбен түрлі активитилер ұйымдастырамыз. Біз енді менторлардан бөлек ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері бар. Ақманар апай, ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері сізге қалай әсер етіп жатыр, сол туралы айта кетсеңіз. Жалпы бізде Мика тичер мен Омида тичер английскийден. Мика тичер мен Омида тичер ағылшын тілінен сабақ береді. Жалпы мен екеуінің де екі мұғалімнің де сабағына қатысуға тырысамын. Енді мен Омида тичерді ағылшын тілінің емес, жалпы тілдердің мұғалімі дегім келеді. Себебі Омида тичер бізде 6 тіл біледі, және сабақ үстінде біз тек ағылшын тілін емес, қазақша, ағылшынша, немісше, қазақша, ағылшынша, французша деген секілді тілдерде қамтып отырамыз. Сұрасақ, кез келген сұрағымызға жауап береді. Ал Мика тичер енді бөлек. Ол кәдімгідей жүрегі таза, өте керемет ұстаз. Басында қатты қорықтым негізі Мика тичерден, себебі тек ағылшынша сөйлейтін болды. Бірақ Мика тичер кез келген нәрсені эмоциясымен күшті түсіндіреді. Ағылшын тілін сөйлеп жатқанына емес, түріне қарап түсінуге болады. Солай. Өте жақсы. Апай, әлеуметтік координаторларымыз туралы бірер ауыз сөз айтып кетсеңіз. Бізде байқасаңыздар, МД жобасы кез келген идеямызды қолдайды да біздің. Ал егер сізде мысалға бір жоба жасағыңыз келсе, қосымша немесе бір қызық бір ойларыңыз болса, келіп осы әлеуметтік координаторға жүгінсеңіз болады. Ол кісі бізде Ақнұр апай. Жай ғана әлеуметтік координатор емес, бүкіл офистің жалпы жүрегі десек те болады, келбеті десек те болады ғой ол кісіні.
барлығын сол кісімен бөлісуге болады. Жалпы ол студенттердің сабақтан бөлек уақытын ұйымдастырушы солай айтсақ та болады. Көптеген активитилар, қызық концерттер, жаңағы сабақтан тыс нәрселердің барлығын осы өзіміздің ақпарат ұйымдастырады. Ендеше жалпы осы жобамыз туралы біздің жобамыздың негізгі бағыттарына көшсек, бағыттары туралы толығырақ сөйлесек, негізі біздің жобамызда студенттік парламент бар. Және де клубтар бар. Соның бірі біздің көсем клубының жетекшісі Перизат апай. Осы тұста жалпы студенттік парламент туралы және де клубтардың маңыздылығы туралы айтсаңыз. Бізде парламент алдыңғы жылы ашылған болатын. Ашылған кезде бірнеше клубтар ашылды. Президент сайланды. Қазіргі таңда Марал апай бізде 4-ші курс студенті. Президент сол кісі. Одан кейін министрлер тағайындалған болатын. 3 министр. Қазіргі осы жылы формат ауысып, министрлер алынып тасталынды. Қазір тек клуб басшылары және президент, сосын әлеуметтік координатор ғана парламент мүшелеріне кіреді. Біз барлығымыз әр ай сайын жиналыс жасап, осы МДС-тің ішкі офистің жаңағы айтқандай сабақтан бөлек жаңағы қызықты уақыттарды ұйымдастырып отырушы болып табыламыз. Одан кейін клубтар бізде бірнеше клубтар бар. Соның бірі жаңа айтып кеткенде мен клубым. Көсем клубы ораторлық жағынан бағытталған. Одан кейін қайша сияқты тағы да қызықты клубтар бар. Олар біздің өнерімізді барынша дамытуға, жалпы студенттердің жаңағы қосымша тағы бір өнерді үйренуіне бағытталған болып табылады. Басты мақсаты осында. Сіздер жалпы осы жобаның ішіндегі клубтар біздің бос уақыттарымызды тиімді өткізуге, жалпы тек қана мұғалім ретінде емес, болашақта оқушыларға жаһандық ұстаз ретінде тәлім тәрбие беруге бағытталған бір үлкен жоба немесе үлкен бір бағыт ретінде қарастырып айтуымызға болатын сияқты. Жалпы енді біздің жобамыздың келесі бір бағыттарының түрі бар. Кітап оқу деп жатамыз, семинарларға қатысамыз ай сайын, және де тәжірибелік алмасулар бар, пәндік білім, ағылшын тілі деген сияқты. Осы тұста біз алғаш болып кітап оқу бағытына тоқталсақ, жалпы кітап оқу бағытының ерекшелігі қандай? Біздер енді білесіздер ғой, кітап оқу бағытында қазақ тілі әдебиетінің, яғни қазақ әдебиетінің алтын қоры, әлем әдебиетінің алтын қоры, одан бөлек мотивациялық, психологиялық бағыттағы кітаптар мен кәсіби біліктілікті арттыруға арналған осы 4 бағыт бойынша кітаптарды таңдап, әр ай сайын жоғары пайызды, яғни жоғары процентке ие болған кітаптарды оқып, сол бойынша талқылаулар жасаймыз. Жалпы осы бағыттар, яғни кітаптардың бағыттары туралы айта кетсеңіздер. Жалпы кітаптың бағыттары жаңа айтып өттіңіз ғой. 4 бағытқа арналған, яғни әлем әдебиеті, қазақ әдебиеті деген секілді. Ең бірінші біз университеттің семестрімен алатын болсақ, семестрдің басында өзімізге ұнайтын, өзіміз оқығымыз келетін кітаптарды таңдап аламыз. Одан кейін соны 4 ай бойы кезегімен кітаптарды оқимыз. Және біз аптасына 1 рет кітап оқуға МДС-ке жиналамыз. Және айдың соңында кітаптан тест тапсырамыз. Бұл кітаптың тесті біздің стипендиямызға әсер етеді, яғни біз 90-нан жоғары жинасақ, шәкіртақыны үстемелеуге болады. Және кітап оқу негізі кез келген, тек мұғалімдерге ғана емес, кез келген адамзатқа керек нәрсе ғой. Сол үшін МДС-тің бұл бастамасы негізі өте орынды. Жалпы кітап оқу арқылы біз әртүрлі, мен жеке өзім тек қазақ әдебиетінің кітаптарын көп оқитынмын. Ал МДС-ке келгелі бері мен тек қазақ әдебиетіне емес, өзімнің іскерлігімді дамытатын кітаптарды оқи бастадым. Және біздің желтоқсан айының кітабы педагогика болды, Мағжан Жұмабаевтың. Жалпы Мағжан Жұмабаевтың бұл кітабы баланы кішкентай жасынан бастап тәрбиелеуге арналған. Негізі педагогиканы Мағжан Жұмабаев гректерде баланы жетектеу деген мағынаны білдіреді деп айтады. Яғни баланы жетектеу бұл жай ғана мектепке алып бару, алып келу болатын болса, қазіргі таңда педагогика бір ұлы сөз болды, мұғалім деген. Және қазіргі таңда ұстаз ұлт келбетіне айналып отыр. Сол үшін Мағжан Жұмабаев нағыз мұғалімдерге арналған кітаптар жазып кеткен. Біз сол кітаптарды көп оқимыз. Және осы арқылы біз болашақта өзіміздің педагогикалық жағымызды дамыта түсеміз. Және өзіміздің пәнімізге үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Кітап оқуда бізде 100% болып есептеледі жалпы. Біздің жинайтын ұпайымыз 100%-дан біз 30%-ын күнделікті әр апта сайын келіп оқып кеткенімізге аламыз. Яғни бір аптада келіп оқу 10%, ары қарай біздің тестіміз 70%-ді құрайды. Яғни кітап оқу негізі
өте оңай ғой, өте қарапайым нәрсе. Және бізде кітаптың санына емес, сапасына қарайды. Яғни бір кітапты сіздің қалай түсінгеніңізді білу үшін тесталады жалпы. Жалпы сол. Өте жақсы. Жаңағыдай кітапты тек қана пәндік білімді арттыруға немесе осы бағыттарда емес, жалпы мұғалім ретінде өзімізді қалыптастыруға ықпалы зор екендігін байқай аламыз осы тұста. Және келесі бізде осы біздің жобамыздың тағы да бір ең маңызды бағыттарының бірі ретінде қараймын өз басым, мұғалім паспорты. Осы тұста мұғалім паспорты бағыты туралы айта кетсеңіз, Ақтар апай. Мұғалім паспорты бағыты бұл бізде студенттің өзін жан-жақты жетілдіруге, өзін өмірде жан-жақты әртүрлі қырдан тануына, көруіне негізделген бағыттардың бірі. Біз тек қана академиялық білім жағымен шектеліп қалмаймыз. Сонымен қатар қоғамдық өмірге белсене атсалысамыз және де тұлғалық өзімізді жан-жақты дамытамыз. Осы мұғалім паспортында ол бізде белгілі бір блокнот деп алатын болсақ, ішінде әртүрлі өзінің бөлінген бағыттары бар. Мысалға, ән күй бағыты болсын, немесе табиғаттың тылсым сырымен танысу бағыты болсын, немесе сахна мәдениетімен танысу болсын. Осы бағыттарға түрлі тапсырмалар өздері берілген. Сол тапсырмаларды орындау арқылы, сол тапсырмаларды сол процесте өзімізді көру арқылы бір өзімізді жаңа қырынан ашқандай боламыз. Осы мұғалім паспорты жалпы біз бір айда мұғалім паспортынан 2 тапсырма орындауымыз керек. Сол орындаған тапсырмамызды әлеуметтік желіге жүктеу арқылы өзімізді бір әлеуметтік желіде белсенділігімізді арттырамыз. Жалпы мұғалім паспортының бізге берері, біз одан аларымыз көп деп ойлаймын. Мұғалім паспортына енді қоса өтсем, жалпы мұғалім паспорты бізге не үшін керек? Біз болашақта бәріміз мұғалім болатын адамдармыз. Қазір енді әлеуметтік желінің заманы болып кетті ғой. Әлеуметтік желіде мен мұғалімдерімді қызықтап қараймын негізі. Олар қайда барып жатыр екен, олар жалпы қалай өздерін дамытып жатыр екен деген секілді. Мұғалім паспорты бізге сол нәрсеге үлкен көмегін тигізеді. Себебі біздің ертең болашақ оқушыларымыз біздің әлеуметтік желімізді ашып қарайтын болса, бізде тұлғалық дамуға деген керемет посттар салынып тұрады. Соның арқасында біздің оқушыларымыз мұғалімдерін одан да жақсы тани түседі деген ойдамыз. Енді осы мұғалім паспортының қалай бағаланады деген сұраққа жауап бере кетсек, сол әлеуметтік желіге жүктеген 2 тапсырмамызды әрқайсымыздың өзіміз менторымыз бар. Менторымызге жібереміз, менторымыз тексеріп алып, өзінің критерийлары бар, сол бойынша бағалайды. Мысалға, астындағы жазылатын мәтіні 50 сөзден асу керек. Сонымен қатар жүктелген тапсырмада сіздің түр әлпетіңіз міндетті түрде көріну керек деген секілді өзінің бір шарттары бар, міндеттері бар. Әрине. Жақсы. Осы мұғалім паспортта бағыты арқылы, шынымды айтсам, осы күнге дейін Инстаграм сияқты, Телеграм сияқты бір әлеуметтік желіде мүлде отырмағам. Сол мұғалім паспортында енді біз әлеуметтік желіге салу керек болғандықтан өзім Инстаграмды жүргізіп бастадым. Шынымды айтсам, бізге осы бағыт бір сапалы түрде контент жасауға да көмектесетін негізінде да. Солай. Мұғалім паспортының сонымен қатар бізге беретін естеліктері көп секілді. Мысалға, кез келген бір тапсырманы жасап жатқан кезде сол тапсырмамен қызығасың ғой. Жанындағы бірге адамдармен, мысалға, менің ең алғашқы тапсырмам скетч ұйымдастыру болды да. Университет қабырғасына келген алғашқы айымда бірден уже группамен бірге етене араласып кетуіме де осы тапсырманы атқарып жүріп, осы қатты бір септігін тигізді деп айта аламын. Сонымен қатар жалпы сен өзіңді тұлға ретінде жан-жақты дамытуыңа, жан-жақты бір ұстаз деген только осындай ғана болу керек дейтін бір қағиданы бұзатын бір МДС-тің бір бөлігі. Өте жақсы. Енді Перизат апай, сіз бізде ағылшын тілі пәнінің мұғалімісіз. Бізде МДС жобасының міндетті бағыттарының бірі бұл ағылшын тілі бойынша біліктілікті арттыру. Осы тұста ағылшын бағыты туралы және де оның бағалануы туралы айта кетсеңіз. Біздер қазіргі таңда жаңа айтып өткендей, алғашынан Умида апай және Мика тичер береді. Мика тичер деген Мика-тичердің толық есімі Меруерт апай. Бұл кісіні біз еркелетіп Мика тичер дейміз. Одан кейін бұл кісілер бізге офисте аптасына 3 рет 1-1 сағаттан сабақ өтеді. Және де қосымша біз English File деген онлайн сабақтарды дайындап отырамыз. Сол арқылы өзіміздің уровенімізді бақылап отырамыз десек те болады. Енді бізге ағылшын тілі не үшін керек екенін білесіздер. Болашақ ұстаздар
барынша жан-жақты болғаны дұрыс. Соның ішінде тілдер білгені, әсіресе осы жаһандық тіл, ағылшын тілін білгені дұрыс. Бізде МД жобасында мынандай үлкен мүмкіндік бар. Егер де сіз болашақта осы ағылшын тілін толық меңгеріп IELTS тапсыратын болсаңыз, және одан 6-та 5 алатын болсаңыз, онда сізге жоба жалпы IELTS-тың 50%-ін төлеп береді. Ал егер 7-ден жоғары алсаңыз, 100%-ін төлеп береді. Ал одан да жоғары алсаңыз, қосымша қасынан сыйлықтар береді деген сияқты керемет мүмкіндігі бар. Осылай. Біз енді ағылшын пәні немесе ағылшын тілі бұл жобамыздың бір керекті бағыттарының бірі ретінде қарастырамыз. Және де бізде келесі жоба бағыттарының бірі семинарларға қатысу. Ақманар апай, осы тұста семинарлар туралы және біздің спикерлеріміз туралы айта кетсеңіз. Жалпы МДС-тегі семинарларға көбінесе әмбеге әйгілі танымал тұлғалар келеді. Жалпы бұл тұлғалар өзінің өмірлік тәжірибелерін, қаншама кітаптан оқыған кітаптардың жиынтығын бізге 1 сағаттың ішінде түсіндіріп береді деп айтсам болады. Семинарлар бізде айына 1 рет жүріп отырады. Және бұл семинарлардан біз өзімізге көптеген инсайттар аламыз, біздің даму жолымызға, тұлғалық өмірімізге үлкен үлесін қосады. Өте жақсы. Және де бізде келесі бағыттардың бірі бұл пәндік білім. Ақнұр апайдан осы тұста жалпы пәндік білім туралы, сіз енді болашақ математика пәнінің мұғалімісіз ғой. Математика пәні бойынша қандай дүниелер алып жатырсыз деген сияқты. Пәндік білім туралы жалпы айта кетсеңіз, және де бағалау туралы айта кетсеңіз. МДС жобасы осы бізден ай сайын пәндік тест алып отырады. Бұл пәндік тест біздің университетте алып жатқан білімімізді және де қосымша өзіміздің пәнімізді оқып жатқан білімімізді тексереді. Пәндік тест арқылы, пәндік тесттің жалпы мақсаты студент өзінің пәнін, болашақ мұғалім өз пәнін қаншалықты деңгейде жақсы біледі. Егер де көптеген бір пәнді таңдаған студенттер сол пәндік тесттен нашар нәтиже көрсетіп жатса, олай болса бізге сол өзін сырттан мұғалім шақырады. Мысалға мен математика пәнінің болашақ мұғалімі ретінде, егер де осы пәндік тесттен төмен балл алып жатсам, маған сырттан мұғалім шақырып, осы МДС-тің бізді оқытатындай берер мүмкіндігі бар. Біз пәндік тестті ай сайын тапсырамыз. Пәндік тест 100 балдық шкаламен есептеледі. 70 балдан жоғары балл алсақ, стипендияда қаламыз. Ал 90 балдан жоғары алатын болсақ, онда шәкіртақымызға үстемақы баға қосылады. Жалпы енді осы жобамыздың тағы да бір бағыттарының бірі бұл тәжірибе алмасу болып табылады. Енді тәжірибе алмасу бұл 3-ші және де 4-ші курс студенттеріне арналған болғаннан кейін, сіздер енді болашақта танысар жатарсыздар бұл бағыт бойынша. Қысқаша айта кетсем, жалпы тәжірибе алмасу бұл бізде МДС жобасымен бірге, яғни бірге жұмыс жасап жатырған мектептер болуы мүмкін, немесе білім беру орталықтарында тәжірибе алмасу жүзеге асады. Бізде қазір 3-ші курс студенттері жалпы өзіммен қатар өзімнің құрбы-құрдастарым бірге достық білім беру орталығына барып тәжірибе алмасу жүргіземіз. Сол жақтарда пассивті және де активті практикаларға, яғни пассивті практикаға барып мұғалімдермен тәжірибе алмасамыз, ол кісілер оқушыларға қалай тақырып түсіндіреді, жалпы оқушыларға алдына келген кезде өз-өздерін ұстауы, олардың сөйлеген сөздері, манерасы қалай болады, сол жағын үйренсек, активті практикада біздер оқушылармен қалай жұмыс жасау керек, оларға қандай бағытта сабақ өткізу керек, немесе сол секілді қандай мұғалім бола білу керек екенін осы біз тәжірибе алмасу бағыты бойынша біле алады екенбіз. Жалпы ары қарай жалғастыратын болсақ, негізі бізден осы стипендия, яғни шәкіртақы беріледі, осы бағыттар бойынша. Жалпы толықта бізде шәкіртақы, негізгі жалпы шәкіртақы бұл 40 000 теңге. Осы тұста қай бағыттарға қандай үстеме ақылар, яғни шәкіртақымызға қалай үстеме ақы қосылады, осы айта кетсеңіздер. Егер сіз ағылшын тілінен алғашқы келген кезде барлығымыздан ағылшын тілінен емтихан алады. Сол емтиханда белгілі бір балдан асатын болсаңыз, яғни интермедиат тобына кіретін болсаңыз, онда сізге автоматты түрде шәкіртақыңыз 50 000 теңге болады. Және де осы біз бағана айтып өткен кітап оқу, пәндік тест, сонымен қатар мұғалім паспорты және де осы басқа 4 бағыт бойынша да 90%-дан көрсететін көрсеткішіміз жоғары болса, осы біз шәкіртақының үстемақы алуға мүмкіндігіміз жоғары. Сонымен қатар қандай да бір жаңадан клуб ашылатын болса, немесе өзіміз сол бір клубтың жетекшісі болып, осындай бір артымыздан бір клуб ашамыз дейтін болсақ, сол клубтың мүшелеріне немесе топ басшысына 5 000 теңге шәкіртақы қосылады. Сонымен қатар парламент мүшесінің президенті болсаңыз, сізге 10 000 теңге шәкіртақыға
үстемақы қосылады. Сонымен қатар бізде шәкіртақы берерде ЖП-ға да қатты назар аударады. Яғни ол 3-те 0-ден жоғары болу керек. Бірақ біз үшін енді 3-те 0 ол өте қиын емес деп айтсақ та болады. Енді болашақ мұғалімдер болғаннан кейін жалпы осы тұста қазір сұрағым келіп отырғаны, Перизат апай, сіз енді бізде көсем клубының жетекшісіз, иә? Жалпы бізде Ақтау қаласы бойынша қыздардың арасында Хайша клубы, қыздарға арналған, және де көсем клубы жұмыс жасап жатыр, иә? Жалпы өзіңіздің клуб туралы, ол клубыңыз не нәрсеге бағытталған, сол туралы айта кетсеңіз? Мен бұл клубты бірінші курс кезімде ашқам. Ол кезде байқағаным, көп студенттер сабақ үстінде сабақ айтуға қиналып жатты да. Яғни олар болашақ мұғалім, бірақ өзі сабақ айтуға кішкене қорқады да. Бұл енді ойладым, бір жағынан мұғалім үшін бұл дұрыс емес нәрсе ғой деп та. Сол үшін мұғалімдермен бірге даму үшін өзімнің көсем ораторлық клубымды ашқам. Яғни ортада еркін шығып сөйлеп, ең болмаса кемінде бір 10 адамның алдында ойын еркін жеткізе алсын деген мақсатта ашылған клуб еді. Қазір дамып, енді 2-ші курсқа көштім, оған дейін біраз тәжірибе жинап, клубымда Дейл Карнегидің кітаптары бойынша негіздеп ашқан болатынмын. Жай ғана, яғни сол бағыт бойынша кетеді, сол кісінің, оның талистар ғой енді, әлем бойынша жалпы танымал тұлға, көптеген кітаптары, жазбалары бар. Қазіргі таңда клубымда 20-дан астам студенттер бар. Барлығымыз бірге дамып, практикалар жасап, алға жылжудамыз. Өте жақсы. Енді мұғалім болғаннан кейін оның үстіне МД жобасы бізде жаһандық мұғалімдерді тәрбиелейтін, дамытатын орта болғаннан кейін шыны керек сіздің ашып жатырған клубыңыздың біздің болашақ мұғалімдерімізге өте бір пайдалы клуб екендігін аңғарамыз. Жалпы осы тұста сіздерге жобамызды ары қарай жалғастыруға мұрындық болсыншы. Біздің МД жобасы сіздерге не беріп жатыр? Жалпы жоба арқылы қандай мүмкіндіктерді алып жатырсыздар, немесе жоба сіздерге өмірлеріңізге қандай ықпал беріп жатыр, сол туралы айта кетсеңіздер. Осы тұрғыда айтарым. Ұлы тұлға, американдық жазушы Уильям Артурдың мынандай бір сөзі бар: жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады деген. Осы мұғалім Development Scholarship Program жобасы бізде ұлы ұстаздарды тәрбиелейтін бір жоба деп айта аламын. Шәкірттерімізді барынша шабыттандыратын, болашақ ұрпақты, болашақ қоғамды тәрбиелейтін, бірден бір тұлғаны тәрбиелейтін бұл орта. Және де МД жобасына ең бізге осы беретін пайдасы, жанарында жалындаған оты бар жастармен бірге өскелең ұрпақты білім беру мақсатында бірігу ғой. Осы қоғамға қалай пайдам тисе екен, мен қалай өзімді осы қоғам үшін арнай аламын, қалай мен бұларға көмегімді тигізе аламын, қалай бір пайдалы болып қала аламын, қайтсем адам боламын, қайтып адам қыламын деп еңбек етіп жүретін тұлғаларымыз ғой. Вот МДС жобасы осы жолда бізге бір бағыт бағдар беріп отыратын үлкен маңызы бар жобалардың бірі. Өте жақсы, иә. Алты алаштың басы қосылса, қадірлі орын мұғалімдікі дейді ғой. Бұл МДС жобасы сол қадірлі орында отыратын мұғалімдерді даярлайды. Яғни МДС жобасы мұғалімнің санына емес, сапасына жұмыс жасайды. Осы бағыттар арқылы біздің жоғары дәрежедегі мұғалім болуға, мұғалімдіктің шыңына жетуге үлкен септігін тигізеді. Жалпы МДС-тің арқасында осылай бос уақытымызды дұрыс пайдаланып, болашақ мамандығымыздың мықты иегері болуға атсалысып жүрміз. Өте жақсы, иә. Перизат апай. Мен жалпы МДС сөзін өзін-өзі тану деген сөзбен де алмастыра алатын едім. Себебі мұнда жүріп сіз өзіңізді барлық қырыңызды дерлік ашуға мүмкіндігіңіз болады. Және де МДС-тен материалдық жағынан бөлек мен көбіне рухани жағынан көп білім аламын. Себебі мысалға офиске келсеңіз, жалпы жобаға келіп, қыздармен, студенттермен арасаңыз, өте үлкен бір қамқорлық, үлкен мейірім сезінесіз. Және де болашақта сіз оны адамдармен де бөлісе алатын жаңағы дәрежеге дейін жете аласыз. Осылай МДС-мен сипаттай алар едім. Ұстаз болудағы біздің бір мақсатымыз алдымызға 20-30 оқушыны жинап алып, тек өзіміздің тақырыбымызды түсіндіріп кетіп қалу ғана емес қой. Ол оқушыларға қандай да бір пайдамды тигізсем екен деп кетеміз да. Ол МДС жобасы біліммен қатар тәрбиені оқушыға қалай жеткізу керектігін бізге көрсететін, дәріптейтін бір орта.
Әбу Насыр Әл-Фараби атамыз айтқандай, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Осы МДС жобасы арқылы болашақта оқушыларымызға сапалы білім мен саналы тәрбиені ұштастырып қатар беру деген ниетіміз зор деп. Иә, өте жақсы. Шын керек, осы МДС жобасының өз мақсаттарына жетіп жатырғандығына шын жүректен қуаныштымыз. Жалпы сіздерге қарап та бұл нәрсені аңғаруға болады. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Алда талай жетістіктерге жететіндеріңізге сенімдіміз, сіздерге сәттілік тілейміз. Жалпы сөзіміздің соңын әлемге әйгілі 19 ғасырдың ғалымы тарихшы Карл Маркстың сөзімен жалғағым келіп отыр. Уақыт бұл жан-жақты дамудың кілті. Өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды осылай жан-жақты дамуға жұмсап жатырғандарыңызға қуаныштымыз, және де әрі қарай да солай бола береді деген үміттеміз. Сіздерге көп-көп рахмет. Ең бағалы алтын уақыттарыңызды өз дамуларыңызға алғашқы бір баспалдағы ретінде жұмсап жатырғандарыңыз үшін қуаныштымыз. Және де біздің көрермендерге де айтамыз, назарларыңызға көп-көп рахмет. Қоштаспаймыз, келесі шығарылымда жүздескенше. Сау болыңыздар.